Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге р дыбысына арналған жаттығуларды көрсететін боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, көпшіліктеріңіз осы р дыбысын айтқан кезде қиналады екенсіздер, немесе дұрыс айта алмайсыздар. Сол себепті де бүгін мен сіздерге осы дыбысқа арналған жаттығуларды көрсететін боламын. Және де айта кетейін, тек қана сіздер ғана емес, мен де негізі осы дыбысқа келгенде бұрын қиналатынмын, бірақтан да осы арнайы жаттығуларды жасағаннан кейін р дыбысын айту маған ешқандай қиыншылық тудырмайды. Олай болса бірге жасайық. Жаттығуды бастамас бұрын сіздердің қолдарыңызға кішігірім айна алып алғандарыңыз жөн болады, немесе үлкен айна бар болса үйлеріңізде, сол айнаның қасына барып бұл жаттығуларды жасасаңыз сізге ыңғайлы болады. Өйткені сіздер өзіңіздің тіліңіз арқылы қазіргі жаттығулардың барлығын жасайсыз, оның барлығын қарап бақылап отыру үшін сізге міндетті түрде айна қажет болады. Олай болса бастайық. Бірінші бізде жаттығу бұл тілге арналған жаттығу. Ең алдымен біз тілімізді оңға қарай және солға қарай қимылдатамыз, одан кейін жоғары төмен қимылдатсақ болады. Бірақтан да ерініміз біздің ауыз қуысынан шығуы керек, және де ерінді сіздер жаңа айтқанымдай айнаға қарап тұрып бұл жаттығуды жасайсыздар. Олай болса бірге жасап көрейік. Және де бұл жаттығуды күнделікті жасайтын болсаңыздар, онда міндетті түрде пайдасын көретін боласыздар. Достар, бізде екінші жаттығу, біз өзіміздің тіліміз арқылы түрімізді барынша созып, өзіміздің жалпақ тілімізбен ернімізді жалайтын боламыз. Толықтай ернімізді айналдырып, яғни сыртқы жағын, ішкі жағын емес, сыртқы жағын міндетті түрде жалап шығамыз. Міне осылай достар, тіліміз арқылы біз осылай ернімізді айналдырып, жалап шығатын боламыз. Әрине сіздер енді бір тәтті нәрсе жеген кезде, балмұздақ жеген кезде осылай ернімізді жалаймыз ғой. Сол секілді бірнеше рет қайталап жасайсыздар. Достар, бұл жаттығу бізде таңдай қағуға ұқсас, бірақтан да біз таңдайымызды қақпаймыз, жай ғана тілімізді жоғарғы жақ таңдайымызға тигіземіз де солай ұстап тұрамыз. Сіздерге анығырақ көріну үшін мен жақынырақ жасаймын. Камераға жақынырақ тұрып бұл жаттығуды жасайтын боламын. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Тілімізді ең алдымен қайырып аламыз да артқа қарай және біздің таңдайымызға тигіземіз. Және солай ұстап тұрамыз. Осылай бірнеше секунд ұстап тұрсаңыздар болады. 4-5 секундқа дейін де созсаңыздар болады. Одан кейін өзіңіздің жақтарыңыз және тілдеріңіз ауырып кетеді. Достар, келесі жаттығу бізде таңдай қағу. Мен сіздерге негізі бұл жаттығуды бұрында айтқан болатынмын. Таңдай қағу бізде қазақтарда жаман ырым болып саналады. Бірақтан да сіздер дикцияны жақсарту үшін бұл жаттығуды да жасап тұрсаңыздар болады. Ең алдымен жаңағыдай тілімізді жоғарғы жақ таңдайымызға тигіземіз және ақырын ғана жібереміз. Яғни біз таңдайымызды қағамыз. Олай болса, оны да бірге жасап көрейік. Мінекей достар, біздің р дыбысына арналған жаттығуларымыз осымен аяқталды. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен де осы видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің каналымда қандай тақырыпта видеоларды көргіңіз келеді, комментарийға қалдыра кетіңіздер. Достар, осымен видео аяқталды. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.